Сәлем достар, бүгінгі таңда біз дебат раундындағы жеңіске әсер етуші негізгі факторлар туралы сөйлесетін боламыз. Дебат ол интеллекттердің бәсекесі болып табады. Біздің айтқан әрбір аргументіміз, әрбір жасап жатқан ребатлымыз осы раундта жеңіске жетуге бағытталады. Әрбір раунд біткеннен кейін негізгі 3 фактор бойынша ойындағы жеңіске жеткен команданы бағалай аламыз. Негізінен бірінші фактор әрдайым дебатта жеңіске жету мүмкіншілігіне ие, ол тәжірибелі спикерлер болып табылады. Тәжірибе дегеніміз ол қатысқан раундтар, осы уақытқа дейін қатысқан турнирлер және де белгілі бір тәжірибелі спикерлермен ойналған микстердің әсерінен қалыптасқан скиллдарды қолдану арқылы жеңіске жету болып табылады. Бұл тәжірибенің негізгі 2 жамандығы бар дебат раундында жеңіске алып келсе де. Біріншіден, ол тек қана кішкентай базаның арқасында жүретіндіктен де осы өткен шақтағы қалыптасқан шаблондарды ғана қолдану арқылы жеңіске бару дебаттағы дамуды сәл де болсын азайтады. Екіншіден, тәжірибе ол басқа адамдарда болғандықтан да әр раунд сайын, әр кез сайын жеңіске жетуге үлкен кедергілер жасайды. Екінші фактор ол сәттілік факторы болып табылады. Кездейсоқ ыңғайлылықтардың әсер ету арқылы дебат раундтарында жеңіске жету болып табылады. Сәттілік түсіндіретін болсақ, мысалы, егер де сіз белгілі бір жақсы позицияға түсетін болсаңыздар, әр турнир идеалды болмайды ғой, сол турнирлардағы қарарлардың балансы болмаған кездерде сәтті позицияға түсіп қалып жеңіске жетуге болады. Немесе өзіңіздің күнделікті өмірдегі хоббиіңізға байланысты тақырыптар келетін болса, сол скиллдарды күнделікті өмірдегі тәжірибені пайдалану арқылы сол раундта жеңіске жетуге болады. Болмаса өзіңіз оқып жатқан мамандыққа байланысты, медицина, тағы да басқа салаларға байланысты тақырыптар келсе, сол арқылы да жеңіске жетуге болады. Бұл сәттілік факторы неге жаман? Себебі адамдар әркез осы фактор арқылы жеңіске жете бермейді. Себебі дебат турнирында 10 шақты қарар болатын болса, ол әртүрлі салалардан алынуы мүмкін. Сол себептен де осы сәттілік факторы осы турнирді толыққанды жақсы ойнап шығуға көп жағдайда әсер ете бермейді. Үшінші фактор, ең маңызды фактор, ізденіс, нәтижеге әрдайым әрекет арқылы жету болып табылады. Бүгінгі таңда адамдар осы бағытпен көбірек жұмыс жасайтын болса, спикерлер көбірек жетістікке жету, көбірек нәтиже көрсету мүмкіндіктеріне ие болып табылады. Ол ізденіс дегеніміз турнирлардың алдында турнир алды дайындықтарын жасау, тренингтар көру, тағы да сол сияқты көптеген дебаттағы пайдалы іс-әрекеттермен айналысу, информациялық базалар қалыптастыру, тағы да осы іс-әрекеттердің барлығы ізденіс факторы болып табылады. Ізденіс факторының әсерінен әсер ету арқылы жеңіске жету, ол екі жағынан да пайдалы. Дебат раундында да жеңіске жете бересіздер, және де спикер ретінде дамуларыңызды, дебаттан алатын креативті ойлану, тағы да сол сияқты заттарыңызды осы ізденіс факторы арқылы қалыптастыра беруге болады. Сол себептен де әрдайым дебат ойнаңыздар, дебатқа қызығыңыздар.